Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. 15-ші сабақ ю әрпінің жазылуы. Әуелі осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта ю әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренетін боласыздар. 60-ші жаттығу парашют деген мәтін берілген Талғат Бигелдиновтың. Сомен оқып танысайық. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Бір күні таңертең беліме парашют байлап ұшаққа міндім. Ұшақ жерден биікке көтерілді. Қорыққаннан жүрегім дүрс-дүрс соқты. Мен секіруге әзірленіп, ептеп ұшақтың қанатына шықтым. Сол кезде ұшқыш қолын көтерді. Ұшақтың қанатынан төмен қарай секірдім. Аздан кейін бір ауылдың қасына келіп түстім. Мәтінде не туралы айтылған? Талғат Бигелдинов бұл Ұлы Отан соғысының ардагері, ұшқыш екенін сіздер біріңіз білсеңіздер, біріңіз бәлкім білмейтін боласыздар. Сол кісінің жазған естелігінен алынған үзінді. Бұнда оның алғаш парашютпен секірген кездегі оқиғасы баяндалып тұр. Мәтіннің алғашқы үш сөйлемін көшіріп жаз. Ю әрпі бар сөздердің астын сызайық. Бірінші ол парашютпен және парашют деген сөздер. 61-ші жаттығу суретке қарап гимнастикалық жаттығу жасау кезінде не істеу керек екенін айт. Әуелі жаттығу жасауға ыңғайлы киім кию керек. Денені дайындап алған жөн. Ең әуелі жүруден бастаудың мәні қан айналу процесі мен ішкі мүшелерді тиісті жүктемеге даярлайды. 5-10 минут жүгіріп, одан кейін керіліп созылып жаттығуларын орындаған дұрыс. Жаттығу жасау уақыты 15-20 минуттан кем болмаған жөн. Кешенді дене шынықтыру жаттығулар әрқайсысы 4 реттен орындалатын 5-8 жаттығудан құралуы қажет. Сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін де сақтау керек екенін ұмытпаңыздар. Сөздердегі көп нүктенің орнына ю және ю әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Бұл жерде шалқаю, еңкею, қисаю, жантаю деген сөздердің барлығында көріп отырғандарыңыздай ю әрпі жазылады. Бұл жаттығуларды қай сабақта үйрендің? Әрине, бұлар дене шынықтыру сабағында үйретілетін жаттығулар. Сөздегі и әрпінен соң у жазылмайды, ю жазылады. Кию, қию, жию деген сөздердегі сияқты осы ережені есімізге сақтап аламыз. 62-ші жаттығу сызбадағы сөздерге ортақ әріпті тауып оқиық. Неліктен сол әріпті қойғаныңды дәлелде. Есею, көбею, тыңаю және сарғаю. Бұл жерде барлығына ю әрпі жазылады. 63-ші жаттығуда өте оңай тапсырма берілген. Сәйкестендіру. Аю не істейді? Аю ақырады, мысық мияулайды және пырылдайды. Ал күшік болса шәуілдейді. 64-ші жаттығу. Жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырып жазуымыз қажет. Бірінші, хайуанаттар бағына саяхат. Екінші, хайуанаттар бағындағы қызықтар. Үшінші, саяхаттың әсері. Берілген тірек сөздеріміз балалар, саяхат жасау, маймыл, піл, керік және қуану деген сөздер. Яғни бұл жоспармен берілген тірек сөздердің көмегімен хайуанаттар бағында деген мәтін жазуымызға болады. Бұған сәйкес тағы да кез келген тақырып алсаңыздар да болады мәтін тақырып ретінде. Енді мәтінді оқиық. Балалар демалыс күні хайуанаттар бағына саяхат жасады. Олар онда маймыл, піл, керік, тағы да басқа жануарларды көрді. Аса қауіпті аңдар тордың ішінде алыста орналасқан екен. Хайуанаттарды көзбен көру ерекше сезім сыйлады. Оларға тамақ беріп, суретке түсіп қызықтады. Балаларға саяхат қатты ұнады. Олар қуанып қайтты. 15-ші сабаққа берілген тапсырмаларды толықтай орындап болдық. Енді 16-ші сабағымызға көшейік. 16-ші сабақта осы ю әрпінің жазылуына байланысты берілген тапсырмалар. 65-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сыз.
күнде тәртіп бұзыпты, кішілерді сүзіпті, миуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Қадыр Мырзалидің шығармасы. Миуа сөзінің жазылуына назар аудар, яғни жазылуын есімізге сақтап аламыз. Миуа сөзінің мағынасын оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Миуа, яғни парсы тілінен қазақ тіліне енген кірме сөз болып табылады. Мағынасы жеміс дегенді білдіреді. 66-шы жаттығу: сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есте сақта. Миуа, хайуан және хайуанат деген сөздер берілген. Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрайық. Бірінші сөйлем: біздің бақта миуалы ағаштар көп. Екінші: хайуандар екі түрге бөлінеді: үй және түз хайуандары. Үшінші: хайуанаттар бағында сирек кездесетін жануарлар да бар. 67-ші жаттығу: мәтінді көшіріп жаз, ю әрпі бар сөздің астын сыз. Саматқа әкесі Юпитер ғаламшары туралы айтып берді. Самат Юпитердің ең үлкен ғаламшар екенін білді. Ол Юпитерге ұшып баратын зымыран ойлап таппақ болды. Яғни ю әрпі бар сөздер бұл жерде Юпитер деген сөздер. Енді осы дерек көздерден Юпитер туралы біліп алуымыз қажет. Яғни Юпитер дегеніміз не? Юпитер бұл күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар. Осы ғаламшар туралы сіздерге 15 қызықты мәлімет дайындап қойдым. Осыны оқып, мұқият тыңдап, естеріңізге сақтап алыңыздар. Ақшамдап дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Бірінші, Юпитердің массасы күн жүйесіндегі барлық планеталардың жалпы массасынан 2,47 есе көп екен. Оның көлемі туралы айтатын болсақ, Юпитердің ішіне жер сияқты 1300 ғаламшар сыйып кетеді. Ол не деген сондай үлкен ғаламшар, сонда? Үшінші, оның күшті гравитациялық өрісі комета және астероидтарды өзіне тартып алып, жерді қақтығыстан құтқарады екен. Төртінші, бұл гиганттың гравитациясы жерден 2,5 есе көп. Салмағы 100 килограмм адам. Юпитерде 250 килограмм болады екен. Бесінші, планетада болатын дауылдар 4 күнге дейін созылады, ал олардың жылдамдығы 500 км сағатқа дейін созылады екен. Алтыншы, көлеміне қарамастан ол ең жылдам айланатын планета болып табылады. Жетінші, оның радиациясы өте қуатты. Сол себептен ғарыш кемелері оған жақындай алмайды. Сегізінші, қазіргі уақытта оның 79 серігі белгілі. Ең үлкені Ганимед деп аталады. Оның көлемі Меркурийден үлкен. Тоғызыншы, ғаламшардың жарығы Сирус жылдызынан асады. Оны аспаннан телескоппен немесе бинокльмен байқауға болады екен. 10-шы, ол сутегі және гелийден тұрады. 11-ші, Марс және Сатурнның арасында орналасқан. 12-ші, Юпитер ежелгі Римдегі құдайдың аты. Юпитерде бір тәулік 10 сағат, ал бір жыл 10 жылды құрайды. 14-ші, ядросының температурасы 2000 Цельсий градусты құрайды екен. 15-ші, бұл ғаламшарда өмірдің болуы мүмкін емес. Оның қатты беті жоқ және судың мөлшері өте аз болып табылады. Демек, қорытындылайтын болсақ, Юпитер дегеніміз күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар. Оған біздің жер сияқты планетамыздың 1300 сыйып кетеді екен. Ал ол осындай үлкендігіне қарамастан ең жылдам айналатын ғаламшарлардың бірі болып табылады. Оның радиациясы өте қуатты болғандықтан оларға ешқандай ғарыш кемесі жақындай алмайды екен. Бір тәулікте бізде 24 сағат болатын болса, Юпитерде 10 сағатқа құрайды екен. Сонымен бұл планетада ешқандай өмір сүру мүмкіндігі жоқ, өйткені оның қатты беті жоқ және судың мөлшері өте аз болып табылады екен. Келесі 68-ші жаттығуда суреттегілердің атауын тиісті орнына қойып өлеңді оқы. Көрпені жаю керек, ыдысты шаю керек, матаны қию керек, жейдені кию керек. Мінекей, осымен берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.
осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.